Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер патшуы салатын даярлаймыз. Патшуы салаттың орама түрін. Бұл патшуы салатын алдын ала суға пісірілген картоп, сәбіз, қызылшамызды теркадан өткізіп, селедкамызды кубик қылып турап аламыз. Содан кейін свекланың екі данасынан жіңішке қылып турап аласыздар. Содан кейін пищевой пленканы жайып жеріп, үстіне жаңағы дөңгелек қылып, жіңішке қылып туралған қызылшамызды ретімен қойып шығамыз. Бұл патшуы салаты бұрыннан кеткен кит салаттардың бір түрі. Ол тойға, қонақтыққа нағыз кит болған салаттардың түрі еді. Енді жаңа төсеп шыққан қызылшамыздың үстінен майонезімізді өткізіп алып, теркадан өткен қызылшаны жағып шығамыз. Содан кейін ол қызылшаның үстінен тағы да майонезімізді жағып аламыз. Сосын оның үстінен картошканы жағамыз, картопты теркадан өткізілген. Майонезіміздің бір жақ несін үшбұрыштап қайшымен қиып алсаңыздар, сіздерге жағып шығу оңай болады. Және де әдемі түстет бір бағытта. Осының үстінен қайтадан тағы да майонезімізді жағып шығамыз. Майонезіміз мол болса, жақсы дәмді болады дәрі. Оның үстінен қайтадан майонез жаққанда жиі түсетіндей болсын. Оның үстінен сосын сәбізімізді жағып шығамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Тағы да жаңағы майонезді тағы жағып шығасыздар. Ол майонездің үстінен кубик қылып туралған селедкамызды салып шығамыз. Ретімен. Бір бағытта салып шығыңыздар. Содан кейін жаңа пищевой пленканың бір шетінен алып, нығыздап орап шығамыз. Өздеріңіздің ыңғайыңызға қарай нығыздап орап шығасыздар. Екі жағынан ыңғайлап орасаңыздар, өздеріңізге жеңіл түсет, ыңғайлы болады және де. Содан кейін 1-2 сағатқа холодильникке қойып аласыз, или болмаса бір тәулікке холодильникке қойып алсаңыздар болады. Сосын дастарханға қоярда өздеріңіз әртүрлі өздеріңізге ұнаған бағытта, әртүрлі бағытта әрлеп шығуыңызға болады. Сосын үстінен жаңа жұмыртқаның сарысын, или болмаса ағымен бірге теркадан өткізіп әдемілеп алсаңыздар болады. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алда тағы да болашақта салаттың түрлерін, тамақтың түрлерін жаңа видеоларды көріп тұратын боларсыздар. Рахмет баршаңызға.